Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін Көкейтесті каналының оқырмандары, соңғы көздері елімізде атом электр станциясын салу жөнінде ашық талқылаулар өтіп жатыр. Алматы қаласында және басқа облыстарда өткен ашық талқылаулар қазір Астанада жалғасып жатыр. Бұл мәселеге келгенде жұрттың пікірі екіге жарылуда. Бір топ атом электр станциясын салу керек деп қараса, екінші жақ болса, ол бізге керек емес, оған қазір Қазақстанда қажеттілік туып тұрған жоқ. Екінші тұрғыдан алғанда, Қазақстанның қауіпсіздігі үшін атом электр станциясын салу үлкен қатер деген мәселені алға тартады. Жалпы Қазақстанда атом электр станциясын салу керек пе, салмау керек пе деген мәселе ұзақ уақыттан бері айтылып келеді. Бұл мәселені ел басшысы алдағы уақытта референдум өткізе отырып, яғни халықтың даусына сала отырып шешетінін айтқан болатын. Демек, атом электр станциясын салу мәселесі биыл жылдың соңына дейін шешімін тауып қалуы мүмкін. Жалпы биліктің қазіргі мақсаты елімізде атом электр станциясын салу. Әрине, әлемдік тәжірибеден алып қарағанда, бір елдің дамуына атом электр станциясының тигізетін пайдасы өте көп. Өйткені бір елдің даму үшін оған қыруар электр энергиясы керек. Ал бізде қазір электр энергиясы жетіспей жатқан елдің біріміз. Өйткені Қазақстандағы электр жолдарының көбі көнерген. Бұл өз кезегінде қыруар электр энергиясының шығын болуына, яғни текке кетуіне себеп болып тұр. Оның үстіне Қазақстанда жел энергиясынан, күн нұрынан пайдаланып энергия шығару жағынан да өте сылбыр әрекеттер жасалып жатыр. Мұндай жасыл энергиядан пайдалану Қазақстанда өте аз салыстырманы ұстайды. Ал енді от электр станциясы болса ауаға залалды, болашақта көмірді өртеп одан энергия өндіру бұл әлемдік тәжірибеден алынып тасталуы мүмкін. Қазір әлем осыған қарсы тұрып жатыр. Өйткені жер шары барған сайын жылынып барады, атмосфераға зиян, біздің тыныс алатын ауамызды да бұлғайды деген ғылыми негіздер әлдеқашан айтылып болды. Ендеше осы тұрғыдан алғанда бір елдің электр энергиясымен қамтамасыз етілуінің ең маңызды жолы атом электр станциясын салу. Әрине, атом электр станциясы көптеген мемлекеттерде бар. Мәселен, біздің елімізге 5 Франция сияды, бірақ Францияда қаншама атом электр станциясы бар? Әрине, көп. Дегенмен, атом электр станциясы бұл 200-ді қанжар сияқты. Жақсы пайдалансаңыз, ол өз еліңізге үлкен тиімділік әкеледі. Ал оның қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмасаңыз, ол көмескі қатер болуы мүмкін. Жапониядағы жер шайқалуынан кейін атом электр станциясы үлкен зақымға ұшырады. Осыдан кейін бүкіл әлем елдері атом электр станциясының қауіпсіздігі мәселесіне болған түйінге қайталай назар аударған болатын. Керек десеңіз, Германия елі өз еліндегі атом электр станцияларын шетінен жауа бастаған еді. Өйткені қауіпсіздік мәселесіне байланысты. Сонымен қатар Украина Ресей соғысы туылғаннан кейін Ресей қарулы күштері ең алдымен Запорожье облысындағы Еуропадағы ең ірі атом электр станциясы саналатын Украинаның Запорожье атом электр станциясын басып алды. Бастапқы кезде атом электр станциясын жарып жібере ме деген қауіп те туындаған болатын. Осыған қарап, көптеген адамдар атом электр станциясы алда-жалда соғыс бола қалса үлкен қатер екен ғой деген ойға да келгені жасырын емес. Міне осы мәселелерді ескерсек, халықтың қарсы болып отырған себебіне де түсінікпен қарауға болатын секілді. Бірақ бұл себептерге байланысты біздің биліктің атом электр станциясын салу ойынан бас тарта қоюы екіталай. Өйткені елімізді мол электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін бәрібір ерте ме кеш пе атом электр станциясына жүгінетініміз анық. Ол тек уақыттың еншісіндегі мәселе. Қазақстан ерте ме кеш пе атом электр станциясын салады. Бірақ қазіргі мәселе атом электр станциясын дәл қазір салу керек пе? Оны салса кім салады мәселесі өзекті түйін болып тұр. Әрине, екіұдай пікір танытқандардың арасында қазір Қазақстанда атом электр станциясын салуға әлі ерте.
Әлі де 5-10 жыл уақыт өткеннен кейін барып талқылау керек деген мәселені айтып жатқандар бар. Екінші тұрғыдан алғанда атом электр станциясын кім салу керек деген мәселе. Әрине елімізге атом электр станциясын салу мәселесіне байланысты бір қыдыру елдерден өтініш түскен. Қазақстанның құзырлы органдары сол елдердің арасынан 4 елді үлкен жақтан талдап қойып отырған көрінеді. Қытай, Ресей, Оңтүстік Корея, Франция сияқты мемлекеттер. Әрине бұның қайсысы салатыны әзірге белгісіз. Ал біздің қарапайым халық болса, атом электр станциясын салсын, бірақ Ресей салмау керек деп жатқандар да бар. Керісінше Жапония немесе Оңтүстік Корея немесе Франция салсын деген талапты көтеріп жатқандар да жоқ емес. Ал Ресей билігі болса, осыдан бұрын Қазақстан атом электр станциясын салатын болса, біз оларға көмектесеміз, және оларға қажетті мамандарды да дайындап береміз деп тым ерте-ақ мәлімдеме жасаған болатын. Атом электр станциясын салуға қарсы болып жүрген халықтың арасындағы қорқыныштың бірі осы атом электр станциясын Ресейдің салуы болып отыр. Яғни халықтың дені елімізде салынатын атом электр станциясын Ресейдің салуына қарсы болып отыр. Жалпы қазір атом электр станциясын салудың техникасы пысып жетілген, өйткені әлемдік тәжірибе ортақ. Ал біздің атом электр станциясын кім салады? Оның қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етіледі? Оның көмескі қатерлерімен біз қалай күресеміз? Алда-жалда тағы бір елмен қырбай болып, Украина сияқты соғыс болып жатса, ол біздің өз жеріміздегі ең үлкен қауіпке айналмай ма деген мәселені биліктің басты орынға қойып ойлауы керек. Өйткені халық қаласа хан түйесін сояды дегендей, халықтың негізгі алаңдап отырғаны атом электр станциясының бізге әкелетін қаупі. Өйткені Қазақстан онсыз да атомның зардабын шеккен ел. Семей топырағындағы атомның зардабы күні бүгінге дейін толық жойылып кеткен жоқ. Енді өз қолымызбен атом электр станциясын салып, тағы да халықты атомның уына тұншықтырып алсақ, бұл тағы да бір ғасыр дертіне айналатыны анық. Әрине, көз ашық азаматтардың да алға тартып отырғаны осы. Сондықтан алдағы уақытта атом электр станциясын салу мәселесі тағы да талқылануы мүмкін. Біздің ойымызша да атом электр станциясы Қазақстанда салыну керек, бірақ дәл қазіргі мезетте емес. Бір 5-10 жылдан кейін қайталай талқылап барып, кім салады мәселесін толық шешкеннен кейін барып ойласатын мәселе сияқты. Өйткені біз қазір елді жаңартудың, елді дамытудың өтпелі кезеңінде тұрмыз. Әділетті Қазақстанны мақтап қырып, билік жүйесін мақтап бекемдеп, елдегі жемқорлық мәселесін жойып, көршілермен болған жағдайларымызды әдемілеп, реттеп, дос кім, дұшпан кім деген мәселені анықтап алғаннан кейін барып, осы бір тағдыр шешті мәселені шешсе жөн болар ма еді деген ой бізді де мазалайды. Өйткені атом электр станциясын салуға да қыруар қаржы кететін анық. Ол бірер жылда пайдалануға беріле қоймайды, кемінде 5-6 жыл уақыт кетуі мүмкін. Оның үстіне жемқорлардың кесірінен шетел асып кеткен қаржыларды қайтарып әкелу жұмысы да әлі толық аяқталған жоқ. Сондықтан да атом электр станциясын салу мәселесіне келген кезде әлі де байсалды позицияда болған дұрыс деп ойлаймыз. Атом электр станциясын саламыз ба, салмаймыз ба деген мәселеден көрі, оның уақытын шегеріп, яғни 5-10 жылдан кейін салса қайтер еді деген мәселеге баса назар аударған дұрыс сияқты. Әрине, бұл да біздің Қазақстанның азаматы ретінде өз ойымызды ортаға салғандығымыз. Өйткені ел президенті өзі ашық айтты, мұндай тағдыр шешті мәселелерді біз ел бойынша талқылаймыз, халықтың талқысына салып, ортақ шешім шығарамыз деді. Сондықтан біздің әрбір азаматымыз еліміздің даму тұрғысынан, еліміздің болашағы тұрғысынан, еліміздің қауіпсіздігі тұрғысынан жан-жақтылы ойласа отырып, өзінің пікірін айтуға құқылы деп ойлаймыз. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.